Сәлеметсіздерме? Мен Құдайбергенов Айбол. Қолымдағы қасиетті домбыра туралы сіздерге азды көпті мәлімет айта кетейін. Қазақ өмірінде ерекше орын алатын музыкалық сипаты бар аспап бұл домбыра. Қазақ болғалы. Осы домбырамен қуанышында айтқан, қайғысында бөліскен. Ең алғашқында домбырамен жыр, толғау, термелер орындалса, кейіннен музыкалық шығарма, күйлер шыққан. Қазіргі кезде де әндер орындалады, күйлер тартылады, фольклорлық этнографиялық ансамбльдерде қолданылады, сол секілді үлкен оркестрлерде қолданылады. Енді осы домбырамен тек қана қазақтың музыкасының емес, сол секілді Европа халқының классикалық үлгідегі музыкаларында да орындалатын әмбебап аспап екенін көрсете білген. Енді домбыраның құрылысы туралы. Домбыра 3 бөліктен тұрады. Бас бөлігі, ортаңғысы мойны және кеудесі. Басында 2 құлақ орналасқан, мойнында пернелер тағылған және кеудесінде мына қақпақ беті дейді, одан шанағы. Және қақпақ бетінде үн шығатын ойығы бар. 2 шек тағылады, 2 құлақтан мына түймеге дейін, түбінде түйме болады. Енді домбыраның түрлерін айта кетейін. 2 шекті домбыра бұл кеңінен таралған домбыра. Ал енді өте сирек кездесетін аспабымыз бұл 3 шекті домбыра. Бұның да құрылысы дәл осындай 2 шекті домбырамен бірдей, бірақ 3-ші шегі бар. Ол өзінше ерекше үн береді. Рахмет.